Hello everyone, welcome to my channel and today we'll learn about the present continuous. Бәріңе сәлем, менің кезекті видео сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен present continuous тақырыбын өтетін боламыз. Және де біздің сабағымыздың мақсаты бұл present continuous жағымен танысу, оны қайда және қалай қолдану керегін оңай үйрену. Ал сабағымызды бастайық. Ең алдымен present continuous дегеніміз бұл ағылшын тіліндегі дәл осы шақты білдіреді. Яғни мен дәл қазір не істеп отырмын, бұның барлығы present continuousқа жатады. Continuous деген сөз жалпы бізде созылмалы. Яғни ұзақ деген мағынаны білдіреді. Созылмалы деген. Ал енді мына формулаға қарайық. Ең алдымен біз мына жерде subject көріп тұрмыз. Бұлар бізде subject деп аталады. Яғни іс-әрекетті кім немесе не нәрсе жасап отырғаны. Келесі бұлар бізде to be етістігі. To be етістігі негізі үшке бөлінеді. Am, is, are. Және де оның әрқайсысын біз белгілі бір есімдіктермен қолданамыз. Мысалы, I'ды біз тек am мен қолданамыз. Is'ді біз he, she, it. Басқа біреу немесе басқа бір зат туралы айтқан кезде қолданамыз. Ал are'ды біз әрқашанда көпше түрде қолданамыз. Енді мына жаққа назар аударсақ, бұнда бізде verb. Verb яғни етістік. Енді бұның present continuous'тың ерекшелігі бұл бізде етістікке ing формасы жалғанады. Және де осы ing бізге іс-әрекеттің ұзақтығын, созылмалығын осы ing көрсетеді екен. Action is going on right now. Яғни бізде бұнда айтады. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде біз present continuous'ты қолданады екенбіз. Then, unfinished action. When something is unfinished, I've started doing it, but it didn't finish. So I am doing something. I started doing it, and I haven't finished it. I'm in the middle of doing it. Яғни біз белгілі бір іс-әрекетті бастадық, оны соңына дейін әлі жеткізбедік, және де біз оның орындаудың ортасында болған кезде, дәл осы уақытта біз present continuous'ты қолданады екенбіз. Енді мына мысалдарға қарап өтейік. Біріншісі, please don't make so much noise. I'm trying to work. Өтініш сонша шум жасамашы, мен жұмыс жасауға тырысып отырмын дейді. I am trying to work. Present continuous бізде осы жерде. Where is Mark? He's having a shower. Марк қайда? He is having a shower. Дәл қазір Марк душта дейді. Let's go out now. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. Мына жерде біз болымсыз, негатив жасалып жатқанын көріп тұрмыз. Яғни біз жай ғана not деген сөзді қосамыз да it isn't raining anymore деген сөйлем шығады. Келесі, how's your new job? Are you enjoying it? Мына жерде бізде уже сұраулы сөйлем жасалып тұр. Are you enjoying it? Яғни бізде балғына айтқан subject пен to be екеуінің орны ауысып, бізде сұраулы сөйлем жасалады екен. Келесі, what all those noise? What's going on? What's happening? Мына жерде уже what, яғни WH question'ды қолданған, және де what's going on, what's happening деген бұл бізде клише сөздер болып табылады. Не болып жатыр өзі? Что происходит деген мағынаны береді. Сонымен қатар бізде мынандай ситуация болады екен. Sometimes the action is not happening at the time of speaking. For example, яғни бізде мына жерде ерекше случай көрсеткен, біз дәл қазір жасап жатқан нәрсемізде емес, басқа затты айтқанның өзінде де біз present continuous'бен айтады екенбіз. Қай кезде, егер де ол іс-әрекет өткен шақта басталып жасалды, және де ол әлі соңына дейін біткен жоқ болғаса. Мысалы, I'm reading a really good book at the moment. Мен дәл қазір өте бір күшті кітап оқудамын дейді. Мысалы, мен сіздердің алдарыңызда кітап оқып отырған жоқпын. Бірақ менің қазір өзім оқып жүрген кітабым болуы мүмкін. Осындай жағдайларда біз present continuous'ты қолдана аламыз. Мына жерде айтады. Steve says I'm reading, but it is not reading the book at the time of speaking. He is not reading the book at the time of speaking. He means that he has started reading the book, but has not finished yet. He is in the middle of reading it. Яғни ол кітапты оқып бастады, бірақ соңына дейін жеткен жоқ. Ол әлі ортасында дейді. Сол сияқты мынандай мысалға да қарап өтейік. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. Kate итальянский оқуда, және де ол Италияға жұмыс істеуге барғысы келеді. Бірақ ол сөйлеп жатқан кезде итальянша тілді оқып жатпауы да мүмкін, иә. Some friends of mine are building their own house. Менің кейбір достарым өздеріне үй құрып жатыр дейді, үй соғып жатыр. They hope to finish it next summer. Олар бұл үйді келесі жазда бітіреміз деген үмітте. Сонымен қоса, also, you can use the present continuous with the words like today, this week, or this year. For example, you're working hard today. The company I work for
isn't doing so well this year. Яғни біз осы сөздермен, қазіргі периодты білдіретін сөздермен present continuous'ты қолдана алады екенбіз. Сонымен қоса, we use the present continuous when we talk about the change that has started to happen. These verbs in this way. Яғни біз present continuous'ты сонымен қоса бір белгілі бір өзгеріс туралы айтқанда қолдана алады екенбіз. Ол қандай болуы мүмкін? Мысалы, мына сөздерді айтайық: getting, becoming, changing, improving, starting, beginning, increasing, rising, falling, growing. Getting, becoming деген екеуі бір мағынада өзгеру дегенді білдіреді. Changing да өзгеру деген мағынада, improving бұл даму, starting, beginning бұл бастау, increasing бұл өсім, бірақ көбінесе санмен айтылады. Яғни бір белгілі бір саннан жоғары показатель, жоғары нұсқа көрсеткен болса, онда ол increasing. Rising ол тоже өсу, бірақ жалпылама қолданады. Ал growing бұл физикалық өсу туралы айтылады. Falling керісінше құлау деген мағынаны білдіреді. Енді мына мысалдарға қарап өтейік. Is your English getting better? Not does your English get better. Яғни біз мына жақта ойлануымыз мүмкін. Present simple қолданамыз ба деп, бірақ бұл олай емес. Бұл жерде бізде өзгеріс туралы айтып жатыр. Is your English getting better? Сенің ағылшының бір жақсарып бара жатқан сияқты. Бұл бір өзгеріс. Сол себептен біз present continuous'ты қолданамыз. Немесе the population of the world is increasing very fast. Әлемдегі популяция, адамдар саны өсіп бара жатыр. Бұл да бір өсім. Сол себепті біз present continuous қолданамыз. Дәл сол сияқты at first I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. Мен бұрын жұмысымды жақсы көрмедім, бірақ қазір жақсы көріп бастап жатқан сияқтымын дейді. Ал енді сіздермен мына суреттерге қарайық, мына тапсырмаға қарасақ. What's happening in the pictures? Choose from these verbs. Бізде мына төрт бұрыштың ішінде сөздер берілген, және де суреттер берілген. Біз сөздер мен суреттерді сәйкестендіріп, мына сөйлемдердің орнын толтыруымыз керек. Бірінші мысалға қарасақ, she's taking a picture. Ол суретке түсіріп жатыр. Бізде picture деген сөзбен take деген сөзді қолданып, бір сөйлем шығарды. Және де бұл жерде біз жаңа айтып өткен формуланы қолдануымыз керек, яғни subject plus to be plus verb in ing form. Енді бастайық. He a shoelace. Shoelace дегеніміз бұл бізде аяқ киімнің бауы, яғни екінші сурет туралы айтылған. Аяқ киімнің бауын байлау бұл бізде tying a shoelace. He is to be етістігі tying a shoelace. Үшінші тапсырма the road, яғни жолдан өту бұл бізде cross. Бұл бізде адамдар, я? Адамдар біз people деп айтсақ болады. People көпше түрде болғаннан кейін are. People are crossing ing мен the road. Төртінші тапсырма head дейді. Өзінің басын қасып жатыр, яғни төртінші суретте. Басты қасу бізде scratch his head. Яғни ол өзінің басын қасып жатыр. He, subject, is to be scratching. Бұл бізде verb plus ing. Жазуыма мән бермеймін, себебі маған мынамен жазу өте ыңғайсыз. Келесі behind a tree. Бесінші сурет туралы айтылған, мына қыз ағаштың артына тығылып тұр дейді. Яғни тығылу бізде hide болады. She is hiding behind a tree. Және соңғысы to somebody. Олар біреуге қол бұлғауда. Қол бұлғау бізде wave. Олар деп айтайық. They are subject to be and waving to somebody. Біз аяғына ing формасын қосып, осылай бірінші тапсырманы бірге орындадық. Ал енді келесі бұл сіздердің үй жұмыстарыңыз, немесе өзіндік жұмыс деп атайық. Homework. You should do those two exercises, and at the first one there are some questions, and you have to use the words in the scopes and write a new sentences. And on the second, you have to also write the new sentences with those words in scopes, and you have to define are them positive or negative. Яғни мына жерде сіздерге екі тапсырма берілген. Біріншісінде сіздер мына жақшадағы сөздерді ашып, сұрақ ретінде жаңа сөйлем құрауларыңыз керек. Ал екіншіде сіздер тоже жақшаларды ашасыздар, бірақ сіздер негативный, яғни болымсыз немесе болымды сөйлем жазуларыңыз керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Goodbye.